О, таң атты ғой. Вау! Ауа райы өте керемет болып тұр. Тіка дала шығайын. Вау! Ауа райы өте керемет. Ауа райы өте керемет болса мен көңіл күйімде өте керемет болайын деп тұр. Ауа райы қандай керемет. Қараңдар. Менің егіншілігім әдемі өсіп тұр. Анау менің жануар малдарым мәссаған өте керемет. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Данчо. Мен бүгін достар осындай жерде тұрып жатырмын. Өйткені менде өте керемет жерден мен көп алмаза тауып алған болатын. Сондықтан мен бүгін баймын достар. Осындай үйді мен дамыттым. Өзіме жұмысшыларды жалдап осындай үйді салдық. Көптеген жерден опыттар алдық, осындай көптеген нәрселерді жинадық. Міне уже өте керемет үйлер салдым. Мен уже қараңыздар көрсете кетейін. Мен қараңда 2 этажда үй салдым. Өйткені мен өзбектерді шақырып осы үйді салып алдым. Мына жерде менің дәндерім, тұқымдарым бәрі өсіп кеткен. Оны жинау үшін көптеген уақыт керек. Сондықтан мен өзіме жұмысшы тауып алу керек. Так, менің жылқыларым өте 3 жылқым бар, өте керемет. Так, 1 жылқым бар еді, оны бір өзбек ұрлап кетті. Ол бәрі, бірақ кейін өзім басқа жылқы тауып алам, или мына 2 жылқыдан 1 жылқы жасап алам дегендей. Так, короче, мына жерде менің сиырларым, шошқаларым, міне сиырларым әдемі. Так, мен сиырларым неге азайып кеткен? Блин, достар, білмеймін, түнде ұйықтасам, кілең андай ұрылар түсіп кете береді. Сол ұрыларды енді білмеймін қалай қорғансам болады, соны түсінбей жүрмін. Мына жерде розовый шошқаларым бар, мына жерде аппақ қойларым бар. Мәссаған, қалайсыңдар, Так, сендерге қазір тамақ беру керек, қазір шамалдан түс болсын, тамақ берем. Қазір мен мына жерге дәу қоршау салып қойдым. Неге салып қойдым десеңіздер, мен түнде қорқам, өйткені көптеген монстрлар атака жасайды. Өйткені мен кейбір өзектерім содан өліп қалған болатын, жемі болып қалған болатын. Сондықтан кейбір өзектер қашып кетіп, өзім жалғыз қалдым осы үйде. Енді мен осы үйде жалғыз тұрып жатырмын. Так, мына есікті ашам. Так, мен әдейі осылай 3 есік қылып қойдым. Мына жерде менің талдарым өсіп жатыр. Менің ламаларым. Достар, мына жерде менің өзімнің жолым бітпеген. Әлі мына жерде бір құрылыс болған. Осы жерден құрылыс болып жатқан кезде монстрлар атака жасап жатқан, достар. Сол кезде өзектер бәрі қашып кетті. Сондықтан енді өз жалғыз енді мына үйді мына көпірді сала алмаймын. Енді өз үйімді жай ғана тамағымды жеп, малымды баққан, енді содан басқа ештеңе білмей жатырмын. Так, мияқта бір шама тіршілік бар ма екен? Зомбиның кесірінен, достар, ешкім тіршілік етпей жатыр. Мияқта тек қана қой мен сиыр жабайы. Оларға тиіспейтін шығар. Но мына жерде тіршілік иесі жоқ. Так, мына жерде бір ағаш бар ғой. Так, мынау верстак жасап тастаған. Мына жерде кім бар? Тоқтаңдар, достар. Бір зеле қолданады. Достар, бір адам тауып алдым. Анау өзек ұқсайды анау. Так, не дейді мынау? Ақша беріңдерші дейді. Қашан ғана келе саласың мына жерде? Сен жоқ едің ғой. Мен алдында осы жерге келетінмін күнде. Әр күн сайын ұйқыдан тұра сала. Мияқта енді не мынау? Так, адасып кеттім дейді. Адасың, мына жерге үй саласың ба? Мияқта үй жоқ. Менде үй бар ғой. Кім? Атың кім сенің? Алло. Мынау сөйлемей ма не? Неге табличка жазып жатсың? Малдыбай? Сенің атың Малдыбай ма не? Қойш. Неманезді сақал бәрің өсіп кеткен, шашың бәрі лас жумағансың ба? Уже түн батып жатыр ғой, кім? Малдыбай. Так, ұрып кетті дейді. Ұрып кетті ма не? Кімді ұрып кетті сені? Блин, табличка неге жазып жатсың? Кім? Сөйлей аласың ба сен? Не дейді? Көтімді. Көтіңді не ұрып кетсене, бетің лас болу керек па не? Кім? Неғо кім? Малдыбай. Яққа не семей қой? Мына үйіңді қазір смело босып кетеді түнгі монстрлар. Сондықтан мені үйіме жүр. Ертең саған бір мәнін айтам. Яма? Кетті кім? Малдыбай. Так. Мияқта да адасатын адамдар болады екен ау. Так, кеттік ал. Мына жерде монстрлар өте көп. Білесің ба, мутант зомбилер атака жасайды, күнде жасайды бізге. Сондықтан мен үйде қамалып жүрмін. Қақтасың кім? Блин, кеттік тез үйге. Түн батты уже, ұйықтап алу керек кім? Уже таң ата сал, бірден кеш батқан, прикиньте. Зелен қайғыдан деп қалсың, Малдыбай. Так, кеттік тезірек үйге. Бір дауыс шығып жатыр, кім? Тез кет. Есік жап. Молодец, біледі екен ғой. Так, Малдыбай.
Әу. Жылқыға тиіспе. Жылқыға тиіспе. Менің сиырларыма бүткілін қолымды тигізбе. Өткенсе қолым лас. Қазір ертең. Ей, Малдыбай. Тиіспе менің қойларыма. Шошқаға тиісе бер. Қойларыма, сиырыма тиіспе қой. Не дейді мынау? Так, кімдер? Мыналар ма? Бұлар менің малдарым. Типа мына менің шошқам. Шошқаның аттары бар. Бұл Тузик, Бузик, Нузик деген аттары бар өзінің. Жеке-жеке аттары. Мына жерде қойларым бұл. Қойларым әппа өзі. Өте керемет. Тазайын ұстаймын мен. Так, не болды? Так, ол кім дейді? Мыналар ма? Олар кім емес? Бұлар жануар. Адам емес бұлар. Жай ғана мен бағам бұларды. Сен неге табличкамен қоясың? Нені? Сөйлемейсің бе өзі? Не дейді мынау? Басы айналып істей ма? Басы айналып істей ме? Жоқ, басын айналып істей алмайды. Кеттік кім? Малдыбай. Білен сен үстің лас, ема. Қазір мен саған броня берем. Так, бергел кім? Бергел. Так. Адасып кетсең, сен қазір үйін табу керек қой сонда. Кеттік, үйге кір. Үйім осы менің. Да, үйге кір, давай. Білін. Так, бұл Малдыбайды бір пайдалану керек ау деймін, Так, мына жерге қош келдің. Бұл жерде менің жұмысшыларым жатады. Мен де жатамын осы жерге. Давай мына жерге. Мен қасыма жат, давай. Так, қасыма жат, давай. Жатсай? Болды, мен де жатам. Ертең не істесек болады екен, Таң атты. Өте керемет. Тағы да ауа райы өте керемет. Неге білейін күн тез батады екен? Дым түсінбей жатырмын. Кел, кім? Малдыбай. Байқа. Білейін, Ой, Малдыбай, байқасайшы. Так, мен өзімнің бронямды киіп алайын. Так, қазір, білейін, бүгін охотаға шығу керек еді, но мына қонақ енді бізге. Қазір үйге таныстырайын сені. Енді сен адасып кетсең, енді үйіңді таба аламыз ба? Кім? Малдыбай? Неге мынау пайды не ау деймін? Мылқау ау деймін? Жоқ дейді. Так, не істесем болады екен, Пайды мені осы үйге қондырайын. Жұмыс қылып алсам. Так, өртеп кетті дейді. Пайды бөзектер ау деймін, Пайды менің бөзектерім анау үйді өртеп, өзіне андай ағаштарды нелерді алып қояды. Так, мынаны сындырып тастаса кім? Так, кім? Малдыбай. Тоқта. Так, мен өзім осы үйде жалғыз тұрамын. Үйім үлкен. Так, менің типа қарамағымда жұмыс істесең, мен саған күнде тамақ, осындай алмазды заттар беремін. Соған келісесің ба, давай? Келісесің ба? Болды онда. Қазір мен бүгін енді охотаға шықпай-ақ қояйық. Мен бүгін охотаға шыққым келген. Но мына жерде біздің осындай пшеницамыз пісіп кеткен, соның бәрін теріп алайық, давай. Окей? Давай, мына жақта теріп ал, мен мынаны теріп алайын, так. Мына жерде өткені мен термеймін, күнде мен охотаға шығамын, күнде сол мен уақытым өтеді. Сондықтан мына жерге мен егіншілікпен айналыспаймын. Так, қара. Так. Мынау свеклам бәрі пісіп кеткен. Бейманау. Так, свеклам қайттан егеміз осылай. Так. Жақсы болды ғой, менің қасымда енді бір жұмысшым бар. Өте керемет. Енді екеуміз бірге тұратын болдық ау. Кім? Малдыбай, естірсің бе? Малдыбай, база жоқ. Жақсы адам екенсің. Түрінен білдім сен жақсы адам екенін. Шымен. Так, мына жерге сәбізді аламыз. Так, мына заттарымызды салып тастаймыз. Так. Мына неге заттар қойылмайды? Так, заттарды қойып алайықшы осылай. Так, мына жерге сәбізді ала бер, кім? Малдыбай. Так, мына сәбіздер. Сәбіздерді егіп тастаймыз. Тезірек, кім? Тезірек жұмыс істе, кім? Өйткені уақыт деген тез. Қақтасың, Малдыбай? Егіп атсың ба? Мақұл, саған тиіспей ақ қояйын енді. Сөйлемей ақ қояйын. Так, өзім ала берейін, мына жердегі. Так. Опа, давай. Тезірек қимылда. Өйткені мен саған бір жерде көрсетуім керек. Өйткені менің көптеген жасырын жерасты жолым бар, соны қазір көрсетем саған. Тезірек істепсі. Так. Давай, істепсі, давай. Так, картопқа тиіспей ақ қой, картоп тұра берсін. Кеттік, кім? Малдыбай. Болды ма? Так, сәбіздерді алып ал. Енді қазір мына тамақтарды біз орнына қоямыз. Кеттік, кім? Біз осы нелерді
сәбіздерді не қоямыз? Кім? Малдыбай бері кел. Малдыбай кеттік. Мына жер асты менің складым бар. Кеттік жүр. Бұл жерде біз өзектермен бірге осындай жерде салған болатынбыз. Енді өзекте жоқ, енді не істеймін мен? Тым бәрін бітіп тастаған болатын. Кеттік. Кім? Мынау портал, біліп қойсаң. Бұл порталға енді кейін барамыз, я ма? Не дейді мынау? Күшті дейді. Я, өйткені өзекте деген база жоқ салады мына үйде. Сондықтан маған көмектесті, әдемі келе ғой. Так. Есікті жаба салайық. Мынау менің складым. Так. Менің рұқсатымсыз, нелер сундуктарды ашушы болмай, өйткені өте бағалы заттар бар. Если сен, так, мен қазір алмазымды алайын. Так, если сен маған жақсы кім? Так, не дейді мынау? Мынау папаның ба дейді мынау ма? Ой, менің әкем ғой ол. Папам айтпай ақ қой, папа деген орысша ол. Менің әкем. Мынау менің балалық шақта түскен суретім. Әдемі ма? Ұқсайын ба? Ұқсамайын ба не? Неге? Ұқсамасам онда білмеймін, бірақ осы мен суретім күшті ма? Түрім әдемі ма менің? Так, не дейді? Ужас дейді. Блин, адам көңілін қараса ешкім. Малдыбай. Так, Малдыбай, қара маған. Менің қолымда алмазды көріп тұрсың, е? Сен күн сайын менің қасымда қызмет етсең, анау-мынау маған шамалы жұмыс етіп, типа, шамалы маған жұмыс істеп, менің жағдайыма қарасаң, мен саған осылай алмаздар берем, міне, осындай алмаздар. Мен саған бүгін 4 алмаз берем, 4 алмазды қалтаңа салып қой, ема? Так, қалған алмазды бұлай орнына қойайық. Тамақтарымызды, так. Тамағымыз қайда саламыз? Тамақ уже бізді толып тұр, кім? Сондықтан біз мына жерге сала салайық, кім? Бері кел. Осы жерге сала сал. Яма? Салдың ба, кім? Мынау деймін, е? Жоқ, қақта мынау. Осыған сал, осыған, е. Кім? Сенде тамақ бар ма, Малдыбай? Нан? Бар ма? Бар ма сенде? Нан керек па саған, нан? Нан керек емес па? Өзінде балық бар екен, ә? Так, кеттік, кім? Бұл склад, е? Бұл складтан шыға сал. Так, мен саған мына жерде көрсетейін. Өте керемет мына жер. Қара, кім? Мына жерде заттарды, қазір мына жерде мен саған өте керемет броня бар, мына жерде алып ал, кім? Мына жерде заттар бар. Жачырау деткен бұл жерден. Тек қана заттарды былай етіп, уже менің қылышым бәрі, қараңдар, қылышым бәрі, алмазы бәрі, жачырау детілген. Киіп ал, давай сенде. Өткен түнде монстрлы атак жасайды бізге. Давай. Ой, дейді, әдемі тұрсың, кеттік ал. Так, мына жерде есікті жаба сал. Кеттік, неяқты көрек енді. Бұл менің осындай порталдан жинаған өзімнің заттарым. Неяқтан бәрін так алып алайық. Уже пісіп қалып мына жердің бәрін. Так. Енді қайта екіп тастаймыз. Бұл бізге өте қажет бұлар. Оны кейін пайдаланамыз. Бірақ өзектермен бірге пайдаланып тастаған болатын. Қалған заттарды неға сала сал, кім? Так, бізде алма бар екен, так. Мен саған алманы бөліп берейін саған, кім? Ма? Малдыбай? Ма саған? Алтын алма. Өте керемет. Кеттік ал. Бұдан кім? Малдыбай? Сен әже білмесең, бұл жерден не жасауға болады, білесің ба? Зеле жасауға болады, зеле. Яма? Кейін жасаймыз оны, кеттік, кім? Так. Жаба сал есікті. Кеттік, кім? Жоқ. Неқа, далаша кеттік, кім? Так, сында сал, табличкіңді. Пайде сен неге мұққаусың, е? Не оған саған, кім? Малдыбай? Мана табличкіңді ал. Так, машина қағып кетті. Қашан? Табличкасын бере салайын. Машина қағып кеткен, Малдыбайды, прикиньте. Бұрында дейді. Машина қағып кетсе сен, типа шок алғансың ғой, е? Шок. Қорқып қалғаннан тікін жұтып қойған ғой, қасқа. Бишара. Ой, айтам, ренжіме. Так, кеттік, кім? Мына жерде мен қазір кассетамды ала салайын, пластинкамды. Шам өлең қоса салайық, шамалы. Так. Өлең шықтыр ма? Өлең күш шықтыр. Я, дейді. Өлең әдем шықтыр, көріндер ма? Так, кеттік, кім? Малдыбай?
кеттік, мынадан есептесек картоптарды. Өлең әдемі шығып тұр. Так, былай неге салайық. Достар, өлең ұнап тұр ма? Или ұнамаса мен өшіріп тастайын. Пайда подписчик қазір мына өлең ұнамай қалады, өйткені менің талғамым деген жаман. Так, қайтадан кассеттан салып қояйық. Так. Давай екі пса, давай, мен де көмектесейін саған. Так, бізде шаруа деген өте көп, кім? Так, ой, блин. Мына құртыламын. Так, өзіме не жасау керек еді? Аты қандай еді? Аты. Қазір. Жерді оратын нәрсе жасау керек еді. Так. Что там, не, блин, сен жай қымылдай дегенсің ғой, кім? Кеттік, Малдыбай. Так, мынаның бәрін егіп тастадық. Йо, мынаның бәрін екпейсің ба, кім, Малдыбай? Так, опа. Так. Так, кеттік, Малдыбай. Сенде не бар ма? Пшеница бар ма, пшеница? Пшеница жоқ па не? Так, саған қазір төбені көрсетем. Заборларды кеттік, кім? Малдыбай, бері кел. Қазір сыртын көрсетейін сенің. Әдемі нәрсені көрсетем саған. Қара. Йо-май, көрдің бе менің үйім сыртын? Әдемі, біз өзектемен бірге салдық, қара. Уже ішім пісіп кеткен мына енді. Малдыбаймен ғана сөйлесе аламын. Так. Что там, не болды? Күшті дейді. Ой, қарасы сен қараған жоқсың ғой. Қара, әдемі талдарын бәрін егіп, блин, 5 жыл уақытымыз кетті, көрдің ба? 5 жыл уақытымыз кетті бұған салудың өзі. Өйткені түнгі монстрлар бізге атака жасайды. Келесі күні, білмеймін, бірақ монстрлар келіп есігімізді сындырып кетуі мүмкін. Сондықтан енді шамалы қорғаныс салу керек бізге. Әлі де мынау шыдамайды. Яма? Келесі бөлімде енді явно монстрлар келеді, сол монстрдан қорғану керек. Сені, блин, аман алып қалдым шынымен. Қара, кім? Сен ана жерде кім? Малдыбай, неге секірдің? Қара, Малдыбай, сен ана жерге барма, көпірге, яма? Сен көпір жаққа үй салдың. Ол жерге салсаң, саған монстрлар келеді түнде. Осы сені жек кетеді. Сондықтан енді менің үйіме қонасың. Менің қасыма жұмыс істейсің, яма? Уже түн батып қалыпты, давай ұйықтап алайық. Сондықтан келесі күні біз зомбилерге қарсы өзіміздің қаруымызды дайындаймыз. Кеттік, кім? Малдыбай. Қақтасың, Малдыбай. Блин, Малдыбай деген қақтай өзі. Малдыбай. Блин, қақта Малдыбай. Малдыбай, не қақтасың ба? Қақта жүрсің сен? Кеттік, ұйықталайық. Уже қазір шамал деген монстр атака жасауы мүмкін, сондықтан тезірек үйге кіріп алайық. Ұйықтап алу керек тезірек. Өйткені ол күндіз жүрмейді олар. Кеттік. Давай ұйықтап алайық, кеттік ал. Келесі күні біз... Так, уже ұйықтап қалды ма? Так, келесі күні... Достар, келесі күні бізге монстрлар атака жасайды. Соған біз дайын болуымыз керек. Бірақ мен... Енді мен видеодан тыс, мен осы Малдыбайға қалай атака жасау керегін көрсетем. Яма? Эй. Так, няқа қойса, няқа, табличка няқа қой. Так, не дейді нау? Я дейді. Сурет неге сындырдың? Суретті, білесің бе? Бір суреттің өзі 100 000 теңге тұрады. Ал сен сындырып тастадың ғой. Не нау енді? Орна қой енді. Блин, кім? Малдыбай. Бұл суреттің бағасы, қара, бұл суреттің бір бағасы 100 000 теңге тұрады. Десең енді, білмеймін, өйткені мен көп ақша қалдым мұны. Яма? Так, келесі күні біз зомбилерге қарсы атака жасайтын боламыз. Сондықтан мен видеодан тыс, мен осы Малдыбайға мен не көрсетем? Әрине мен зомбилерге қарсы тұруды үйрететін боламын. Ал сіздермен қазір қоштасамын. Екінші бөлімде күтіңіздер. Керемет болайын деп тұр, өйткені келесі күні бізге зомби монстрлар атака жасайды. Сондықтан олар қарсы тұру үшін біз көп дайындалуымыз керек ал. Сіздермен болған мен Данчо және Малдыбай. Малдыбай, үлкен рахмет. Өйткені мен қасында тұрып жатсың. Үлкен рахмет. Так, не дейді Малдыбай маған? Малдыбай пока дейді. Давай, Малдыбай пока деп жатыр. Ал сау болыңыздар, достар.